Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тәп-тәтті икраның рецептін ұсынғым келеді. Бұл икраны бірінші рет жауып тұрмын. Бізге ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қажет болады қызанақ, қызылша, пияз, сәбіз, болгарский перец, чеснок керек болады. Пиязымызды әдеттегідей жұқа етіп, осылай етіп турап аламыз. Сәбізді, қызанақты, қызылшаны осылай етіп турап аламыз барлығын осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Сәбізді 700 грамм, қызылшадан 700 грамм қостым. Қызанақтан 4 килограмм қостым. Болгарский перецтен 1 килограммдай қостым. 350-400 милдей сұйық май құямыз. Үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған пиязымыз үстіне сәбізімізді, қызылшамызды салып 5 минуттай қуырып аламыз. 5-10 минуттай қуырылды. Енді үстіне қызанағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Болгар переціміз саламыз. Және чесногымыз саламыз. Чеснокта мен 3 басын салдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Тұзды да дәміне қарай салдым. Менде 4-5 ас қасық болды. Және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, кориандр, орегано салдым. Лавровый лист салдым. Және орегано да салып шықтым. Шым-шым етіп. Жақсылап араластырып жіберіп. Және мен ащы бұрыш салдым. 1,5 шай қасық салдым. Дәміне қарай тағы да тұз салдым. Укроп, петрушка салдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Банкілерді парладым мантыварканың көмегімен. Және 1 шай қасықтай уксус құйдым. Икрамыз дайын болды. Енді банкімізге жақсылап құямыз. Видеоны толық көргендеріңізге рахмет. Маған тіркеліп қойыңыздар. Егер рецепт ұнаса, лайк, комментарий жазыңыздар. Рахмет.